Бұл брокколи. Оның құрамында С және К дәрумендері бар. Мен денені мықты қыламын. Бір күні ғажайып бақшада түрлі көкөністер жиналып, балаларға өздерінің пайдалы құпияларын айтып бергісі келді. Бұл сәбіз. Оның құрамында А дәрумені бар. Мені жесең, көзің жақсы көреді. Бұл қырыққабат. Оның құрамында С дәрумені бар. Мен асқазанға пайдалы көкөніспін. Бұл қызылша. Оның құрамында В дәрумендері мен темір бар. Мен қанға пайдалы көкөніспін. Бұл брокколи. Оның құрамында С және К дәрумендері бар. Мен денені мықты қыламын. Бұл картоп. Оның құрамында С дәрумені мен калий бар. Мен күш пен энергия беремін. Бұл пияз. Оның құрамында С дәрумені және табиғи қорғаныс заттары бар. Мен суық тиюден қорғаймын. Қияр мен қызанақ та өте пайдалы. Менде К дәрумені бар. Менде С дәруменен ликопин бар. Балалар, көкөністерде көп дәрумен бар. Оларды жесеңдер, денсаулықтарың мықты болады. Денсаулық үшін көкөніс жейік.